Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге варенье с форсункой жасап көрсетемін. Өте дәмді, тез жасалады. Жасаған слойкамды қазір кесіп көрсетемін. Іші мынандай болады. Оған керек бірінші тестамызды илеп аламыз. Тестаға керек 2 ас қасық майонез, 5 грамм тұз, 100 грамм су, 1 шайнек ложка уксус керек, ұн керек. Тұзымды салып, 100 грамм суымды құйдым. 2 ас қасық майонезімді салдым. 1 шайнек ложка уксус салдым. Енді алдын ала електен өткізілген ұнды салам. Ұн менде 200 грамм. Бірінші қасықтың көмегімен араластырам. Қолымызбен жақсылап осылай илейміз. Илеген қамырымды екіге бөліп, 2 суал ағып, осылай жаямын. Жайып алғаннан кейін ертіліп алған сары май болсын немесе маргарин болсын, осылай арасына жағып орайтын боламыз. Жақсылап барлық жеріне біркелкіп жағып аламыз қолмен. Енді осылай қайырып, екінші басында осылай қайырам, бетіне май жағып жіберіп қайтадан. Соғанның шетінен орай берсеңіздер болады, бірақ мен слойкасы көбірек болсын деп осылай 2 шетін ішке қайырып барып қайтадан май жағып қайтып орап жатырмын. Сонда слой көп болады осылай. Қазір ішін кесіп көрсетем, слойын қаншалықты болғанын. Осылай 1-2 сағатқа холодильникке салып қойып, кейін өстіп жұмыс жасауымызға болады. Осылай кесіп алып, бұл жолы домалақ емес 4 бұрышты формасында жаямыз. Осылай бәрін жайып аламыз, кескен. Сөйтіп, бір бұрышын осылай тіліп-тілетін боламыз. Арасына варенье салған кезде жапқан беті осылай тіліп болып тұрады, астың жағы тегіс болып тұрады. Көрінісі осылай көрініп тұрады. Міне вареньені саламыз осылай. Қалауларыңыз бойынша варенье салыңыздар, жем салыңыздар немесе творог салсаңыздар да болады. Шеттерін осылай қатты басып шығамыз саусақтың көмегімен. Табанымызға орналастырамыз сөйтіп. Тағы бір рет көрсетем, қалай не алатынын. Табанымызға салғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне шамалы күнжіт немесе мақ сепсеңіз болады. сексен градуста 35 минутта піседі. Пештеріңізге қарай, егерде пешіңіз қатты қызатын болса, 20-25 минутта пісіп қояды. Мінекей тәрілкемізге сап алдық. Шайға өте дәмді. Шаймен ішкенге. Астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын. Осындай тәттілерді пісірсеңіздер болады. Іші мынандай болады, мінекей. Слой-слойға болып. Әрі дәмді.